Қайырлы күн, сіздермен Айрин. Бүгін 1 сәуір, мен 30 наурыздан 17 мамырға дейін 49 күндік челленджге қатысудамын. Бастапқы 3 күнім жайлы қазір отчет берудемін, берейін деп жатырмын. Ең басты бұл жерде суть не? Менің питаниям дұрыс болу керек, ЗОЖ болу керек, магия утро деген марафонға қатысқан болатын, бір ай алдын, типа соған ұқсас. Бірақ бұл жерде енді карантинге байланысты үйде немен айналысу керек, қандай кітаптар оқу керек, қандай тамақтану керек деген сияқты қалыпты жағдай сақтау үшін өзіңді. Сол жайлы бастапқы маған өте қиын болды деп айта алмаймын, потому что күнделікті жұмыс жасап жатқан затыма тек қана дисциплина қосылды. Например, мен таңертеңгісін онсызда тұрасың, жаңағы өзің магия отырадағыдай марафонға қатысқам. Содағы намаз оқисың, зікір айтасың, медитация жасайсың деген сияқты. Мұнда медитацияны, мысалы мен бұрын 10 минуттық медитация жасайтын өзім. Мұнда медитациялар жаңағы күн сайын артып отыруың керексің, 10, 15, 20, 30 минутқа деген сияқты. Мен ең басты Шонбай онлайн университетінің медитацияларын алдым. Қазір сол 15 күндік медитациядан кейін уже басқа Динара ханым маған бір күшті медитация берген болатын, соны уже бастаймын. Бастапқы 3 күнімде не болды, не жағдай болды айтайын. Таңертеңгісін менде каша болды. Сол кашадан кейін мен жаңағы кітап оқуға, сосын алғыс шүкір айтуға, шүкір жазуға компьютерге кіріп кетемін. Сосын обедке келеді, обедте плотно тамақтанамын. Обедте, например, ондай нәрсе болған жоқ менде, например, нан жеу керек, майлы жемеу керек деген сияқты. Бірақ барынша суп іштім. Кешке айран болды. Айраннан басқа ештеңе жеген жоқпын. Айранға қазір имбир, сосын корица қосып ішіп жатырмын. Ол неге аздыруға емес, ол иммунитетті жоғарылатуға, потому что біз енді күн батты тамақ жемейміз. Бұл марафонның, бұл челлендждің бір несі айырмашылығы. Например, бұрын мен 9-да қарның ашса, например, бірнәрсе жей саласың, салат легкий бірнәрсе жей саласың деген сияқты нәрсе болады ғой. Мұнда ондай емес. Бұнда тек қана кешкі асты айран болу керек. Күн батты, например, күн бізде қазір шамды неште оқып жатырық, 7:40-да оқып жатырық па? Ол 7:40 емес, 6-да күн бата бастайды. Сол кезде уже болды, доғарып тастайсың, айран ішесің. Айранға не қоссаң да болады, бал қоссаң да болады өзің, например. Мен имбирмен корица қосып жатырмын. Бір 200 мл айран ішем. Имбирмен, сосын тағы 200-ін бір жарты сағаттан кейін корицамен ішем. Болды, сонымен бітті. Осы тамақтану процесі осында болып жатыр. Сосын аптасына 3 рет менде тренировка, как всегда. Оны мен салып жүрмін. Инстаграмға, ютубқа да салып қойыншы. Сосын тағы шүкір жазу. Ол менде постоянно бар. Алғыс айту деп бастайын. Всегда. Так, оттонға өтсей. Мысалы, мені алғыс айту, алғыс айтулар болады. Алғысты қалай айтасың, например. Дәл қазір сәтте неге шүкір етіп жатсың? Туған туысқандарыңа, өзіңе қатысты рухани байлыққа, например, медитация жасап жатырмын, шүкір деген сияқты. Или болмаса қаражатқа, табысыңызға байланысты шүкірлер айта бересіз. Ол шүкір деген көп қой, бүкіл нәрсеге осы қазір отырысымызға, барған істерімізге шүкір айтуымыз керек. Вот. Сосын менде мантра деп айтады. Көбілер мантра оқиды, біздер зікір айтамыз. Маған зікір айтқан жаңағы өзіме успокоить етеді. Қандай зікірлер айтыламын? 3 зікірім бар айтатын. Негізі саджда KZ несін скачать ете алатын болсаңыздар, ол жерде зікірлердің көп түрі бар. Оказывается, сол көп түрі бар. Соны барынша, енді прям күнде барлығын 100 реттен айтам деп айта алмаймын. Бірақ барынша ішінде 5 зікірді айтылатын, соны 100 реттен оқимын. Қандар кейін уже былай қарап бір рет оқып шығамын. Сондай күшті марафон, керемет. Кеше мысалы Қуаныш Шонбайдың физиология, идеология несін көріп шықтым. Вообще керемет болды сабақ. Бұйырса кейінгі 3 күнімді түсіріп ютубқа немесе сториске саламын. Аньон.